достар, есімім Гүлжазира. Өнердегі шығармашылықтың музыка маманымын. Көптеген музыкалық аспаптарда ойнаудың және вокал курстарының репетиторлық курстарын жүргіземін. Сіз өзіңіздің көмегіңізге қарап, немесе әнді жақсы орындайтын достарыңыздың дауыстарына қарап, сіз де әнді жақсы орындауға қызығасыз, бірақ қолыңыздан келмей жатыр. Сіз білесіз бе? Димаш сияқты сіз де ән айта аласыз. Вокалдың техникаларын дұрыс игерсеңіз болғаны. Ең бастысы, вокалда өзіңді еркін ұстап, денені бос ұстау қажет. Өзіңе сенімділігің мықты болу керек. Екіншісі, дыхание, яғни ауаны дұрыс алу. Көпшілік адамдар ауаны өкпеге алып, үлкен қателіктер жасайды. Әнді айтар кезде ауаны ішке алу қажет. Дыбыс кеткеннен кейін барып күшті қосатамыз. Ішімізге жинаған ауаны дауыспен шығарған кезде тамаққа салмақ түспеуі қажет. Тамақ өте бос қалыпта болу керек. Яғни, ол қалай жүзеге асады? Таңдайды көтеріп орындаймыз. Еснеу положениясын еске алайық. Міне, еснеу положениясында отырып жатырмыз. Егер таңдайды көтеріп орындамасаңыз, еснеудің кішкене ғана пропорциясын қоспайтын болсаңыз, таңдайыңыздағы шыққан дыбысыңыз жабысып шығады да, сосын дыбыс қысылып шығады. Ал дыбысты еркін, салмақты және сочный қылып шығару үшін тағы бір ескертетін жай, аузыңызды кеңінен ашып айтыңыз. Әсіресе дауысты дыбыстарда ауызды созып, еркін тастаймыз. Мен сіздің ішкі армандарыңызды білемін. Сіз сахнада ән айтқыңыз келеді. Сіз достарыңызбенен жүргенде, ән орындағанда бәрін таңғалдырғыңыз келеді. Сіз өнер жұлдызы болғыңыз келеді. Ондай болса, көпке созбай, бастаңыз. Бізбен хабарласудың бірнеше жолдары бар. Мынау менің номерім. Осы видеоның астына Instagram, WhatsApp сілтемелерін қалдырамын. Өз сұрақтарыңыз болса, сонда қойсаңыздар болады. Менің жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін мына батырманы басып, менің YouTube каналыма тіркеліңіз. Біз сіздердің қажеттіліктеріңіз үшін еңбектенуден шаршамаймыз. Егер біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басыңыздар, сау-саламатта болыңыздар. Just say the X and O's on another note, I'm close.